Маған баяғыда бір студент «Сіз кімнен өнеге аласыз?» деп сұрақ қойғанда, мен қорқақтардан, қаңғыбастардан, маскүнемдерден, өмірде қателескен, жол болмаған жандардан өнеге алам деп жауап бергем. Әлгі студент таңғалып, мұныңыз қалай? Өнегені жақсы адамдардан алу керек емес пе? Деді қайта сұрақ беріп. Қорқақтар да, қаңғыбастар мен маскүнемдер де дүниеге мен сияқты, және сен сияқты пәк күйінде келген. Кейін олар өмірдің қиыншылығымен күрес алмады. Содан тасқа соғылған шөлмекке ұқсап быт-шыты шықты. Жақсылық ағаш басында, жамандық аяқ астында деген қазақта аталы сөз бар. Ең оңай нәрсе жамандық. Оған жету үшін көп ойланудың, көп күш жұмсаудың қажеті шамалы. Жаман жолға түсу де оңай. Олар сол оңай жолмен кетті. Мен адаспас үшін олардың қателіктерінен де өнеге алам. Бауыржан Момышұлы. Мәліметтер Мен халқымның бауыржанымын кітабынан алынды.